топтық несие алғаш пайда болған. Несиені алғаннан кейін жалпы оны ай сайын төлеу керек мысалы. Маған өте тиімді және осы жері ұнады. Әрі қарайғы жоспарларыңызда КМФ бар ма? Үнемділеу болады екен, пайызы аз болады. Көңілімнен шығып жатыр деп жатыр. Сіздің де КМФ көңіліңізден шығып жатыр ма? Шыққаннан кейін ғой осының бәрі. Керемет. КМФ подкастқа қош келдіңіздер. Есімім Сандуғаш Сұлтан. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол достар микрокредиті. Бүгін бізде қонақта КМФ-тің сарапшысы Аслан және кәсіпкерлеріміз Оразалы және Гүлмира. Өздеріңіз де білесіздер ғой, жалпы кредит деген тақырыпты қозғаған кезде бізге бірінші кезекте келетін ол сұрақ кепілдік, кепілге не қоямыз деген. Мен бірінші рет естіп тұрмын, адамдардың арасындағы бір-бірінің алдындағы жауапкершілікті кепілдікке қойып микрокредит алуға болады екен. Сонда достар деген ол қандай микрокредит және қашаннан бері бар? КМФ ұжымы 97 жылдан бастап осы жаңағы топтық несие беруін бастады. Оның басты себебі осы топтық несиенің пайда болуы. Жаңағы 97 жылдары экономикалық дағдарыс болып өтті. Сол кезде көптеген кәсіпкерлердің жағдайы төмен болды. Жаңағыдай кепілге қоятын мүліктері болмады. Сол себепті бір-біріне жауапкершілік арттыру арқылы кәсіпкерлер топ құрып, бір-біріне жауапкершілік беру арқылы бір-біріне кепілдік болды. Солай топтық несие пайда болды. Демек бұл Қазақстанда алғаш рет деп айтсақ бола ма? Алғаш пайда болған топтық микрокредит деп айтсақ болады? Топтық несие алғаш пайда болған. Жалпы сіздің әңгімеңізден түсінгенім, сонда КМФ сол қиын қыстау кезеңде осы кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында осындай бағдарламаны ұсынған болып тұр ғой, жалпы осындай кредиттік өнімді, дұрыс қой. Сонда бұрынғы кезде сол бастапқыда жалпы қанша сомадан берген? Бастапқыда ол аз сумадан басталды. Енді сол кезге ол үлкенде сума болған керек. Ол 7500 теңге сол кездегі курспен $100 болды. Сонда жаңа есептеп отырсам, одан бері 25 жыл өткен екен. 25 жыл. Ал қазір қандай сома бересіздер және қандай мерзімге бересіздер? Қазіргі ең максималды сума ол 6 миллионға дейін. Уақыты, мерзімі ол 60 айға дейін. 6 миллион теңге деген сөз демек топтағы адамдардың әрқайсысына берілетін сома ма, жоқ әлде жалпы берілетін сома ма? Жоқ, ол жаңағы топтағы әрбір клиентке беріле алатын сума 6 миллионға дейін. Қанша адам топта бола алады? Топ 2 адам мен 10 адамның аралығында құралады. Ол міндетті түрде туыс болу керек па, әлде міндетті түрде дос болу керек па? Жоқ, ол жаңағы біз айттық қой, бір-біріне кепіл болады деп. Жаңағы топты құрған кезде әр адам өзіне сенімді адамдарын жинайды. Және ол, мысалы, туысқаны да болуы мүмкін, әлде жаңағы өзінің бизнесі бойынша әріптестері болуы мүмкін, көршілері болуы мүмкін, достары болуы мүмкін. О жақта, мысалы, жаңағы кісі бір өкілден ғана болмауы мүмкін, әр саладан болуы мүмкін. Біреуі жұмыс істеуі мүмкін зарплатаға, біреусі кәсіпкер болуы мүмкін, кейбіреусі мысалы зейнеттегі кісі болуы мүмкін. Әрқандай әр саладан жиналып топ құрылады. Сонда түсінігім бойынша мен өзім сенім артатын адамдармен топтасу арқылы жаңағы кәсіпке деп қалдыңыз, жалпы сонда тек кәсіпкерлікке ғана, бизнеске ғана бересіздер ма? Жоқ, микрокредиттің жаңағы мақсаты берілу қандай мақсаттарға беріледі дегенде, ол жаңағы кәсіпкер өз кәсібіне бизнесін алу мүмкін, жарату мүмкін, жаңағы ағымды айналымдағы тауарларын толтыруға алады елдер, және де негізгі құралдарға алады, основные средства дейді ғой. Мысалы, техника обновить ету керек, сондайларға қолданады. Және потребительский цели дейді, әр өз мақсатына қолданса да болады кредитті. Мысалы, үйге ремонт жасауға, сондай сияқты ол үш түрлі, әртүрлі нелерге беріледі, мақсаттарға беріледі. Мысалы, мен өзім қатты сенім артатын достарыма немесе туыстарыммен бірігіп
5 адамнан құралсақ, сол 5 адам 5 түрлі бағытта 5 түрлі мақсатта ала ма сонда? Иә, Олай да болады. олай да болады. Бүгінгі подкастқа біздің шақырып отырған қонақтарымыз бекерден бекер емес. Біздің кәсіпкерлеріміз осы достар микрокредитімен кәсіптерін одан әрі дамыту үшін жаңағы микрокредитті осы КМФ компаниясынан алған екен. Солай ғой? Иә. Өздеріңіз таныстырып кетсеңіздер, жалпы кәсіптеріңіз қай жерден келдіңіздер, немен айналысасыздар? Мен Рахманова Гүлмира, Қарасай районынан, Қаскелен, Барыс несінен, жаңағы сауда мекенінен келдік. Сол Барыс 3 деп айтылады ғой, Барыс 3. Сол жерде ең алғаш осы КМФ-ті естіген кезімде бір танысымнан естігенмін. Саудаға енді бізге асхана болғасын әртүрлі нелер алуымыз керек, өзімізге қаражатты керек нәрселерімізді алуымыз керек. Сонымен барсам, маған аз сумманы шығарамыз деді. Жеке өзіңізге аз сумма болады деді. Ал бұл жерде 2-3 сенімді, мысалы өзіңіздің бірге кәсіпкер, сол жерде бірге араласып жүрген таныстарыңыз болса, бұл кезде бірге келіп алсаңыздар жақсы суммалы шығарады деп айтқан. Кішкене көбірек сумма аласыз деді ғой. Иә. Мен енді өзімнің асханам 2 этаж болғасын, ол жерге қаншама қаражаттар құю керек болды мысалы. Сосын жанымдағы кафедегі Серікжан кафесінің хозяйкасы Мариям Қайрақбаева, менің қанша жылдан бері бірге бір неде салада жұмыс жасап жүрген. Сол кісіге ұсыныс жасадым. Сон екеуміз бардық. Заявка тастадық. Сонымен артынша өзімізге қажетті суммамызды алдық, өзімізге қажетті қаражатты нәрселерімізді алдық. Осы КМФ-тің несі бізге ұнады, жобасы. Сөйтіп жүріп, осы группаға 10 кісіге дейін жинауға болады деді. Бірақ біз енді саудада жүргесін енді былай кім болса соны қоса бергіміз келмейді ғой енді. Өзімізге, бір-бірімізге сенімді, ертең күнде бір-бірімізге жауапкершілікті болу үшін Оразалы танысымызға да айттық. Сіз де айта отырыңыз енді, немен айналысасыз? Барлықтарыңызға. Сол біздікі де сол базарда тасымалдаумен айналысамыз. Жүк тасымалы. Жүк тасымалдау, иә. Сол жүк тасымалдауға асылымыз айтып өткендей, сол жүк машинасын жаңарту себебінде сол осы кісілер Гүлмиралар айтқаннан кейін бізде сол жаңарту мәселесін қарастырып, КМФ-тен керек қаражатты алып, сол жұмыс істеп жатырмыз енді. Шүкір, жақсы. Көңілімнен шығып жатыр деп жатыр. Сіздің де КМФ көңіліңізден шығып жатыр ма? Шыққаннан кейін ғой осының бәрі сол. Керемет. Қашаннан бері клиентсіздер? Мен өзім 4-ші жылы 3 рез алдық микрокредитті. Енді бірінші алған кезде ол жерде алдық та өзімізге керекті қаражатымызды алдық. Екінші рет енді ол жерде бизнесті жүргізу үшін де ақша керек болды. Сосын жаңа бізде ең алғаш неміз менеджер таныстырған кісі Салтанат деген кісі болатын. Одан кейін Ақжол деген жас жігіт болды. Ақжол өте жақсы жігіт, жобалардың бәрін түсіндірді бізге. Осылай Гүлмира тәте, осындай суммада алсаңыз, осындай заттарыңыз жеткілікті болады деп. Біз енді сұраймыз ғой, совет сұраймыз, бір-екі рет барып ақылдасып көрдік. Қалай айтсам болады, енді өзіме ұнады осы жоба. Өйткені мысалы қай жағынан болса да ыңғайлы болды. Өзім отбасыма да мысалы жүргізіп бір кредиттен осы КМФ-тен алған жөн көрдік біздер. Сонымен группада енді қыздарға бір кезде ақша керек болып қалады. Мариям татеміз айтты, бір күн кондиционер қойым керек деді, тағы бірдеңе қойым керек, Гүлмира барайық деп. Жобаның бір жақсы жері, бір-бірімізге сенеміз, бір-бірімізді шақырамыз. Біз бір кісі кредит алу керек болса, бәріміз барып қол қоюымыз керек қой. Сон бір-бірімізге ответственность болу үшін бізде енді ондай көп группаға көп кісі болған жоқ. Осы 3-ақ кісіден пока неттік. Енді болашақта Алла бұйырса бұдан да жоғары суммаларды алып,
өзіміздің бір аңсаған армандарымызға жеке кәсіп болғаннан кейін бұл маған ұнағаны, бұл жерде мен өзіммен өзім мысалы денсаулығыма да байланысты, басқа жағынан да болса да пенсионный фонд анау мынау дегеннен гөрі бір-бірге сенімді группа болған үшін қатты маған сол жобада сол жер ұнады. Өйткені сенімді адамдармен бірге алсаң, ертеңгі күнде бір-біріңе жауапкершілігі мол болады. Біріншіден, ертеңгі күнде осы бір-біріміздің осындай болып бизнестің жаңағы несін көркейтіп үлкейіп жатсақ, ол жаман болмайды. Мен көз алдыма бүйтіп елестетіп отырмын да, мысалы банкке бармаған адам жоқ шығар, мысалы. Ол микроқаржы ұйымы болсын, ол банк болсын, кез келген қаржы институтына барып, мысалы, сіз кредит алайын деп тұрсыз. Бірақ келген кезде енді ойланып келесіз ғой, мен кепілге не қоям, кепіл затым не болады деген сияқты. Енді келсеңіз, бұл жерде менеджер айтып отыр сізге. Сіз кепілге досыңыздың алдындағы жаңа жауапкершілікті қоясыз деген кезде қандай әсерде болдыңыз сіз? Сендіңіз ба жалпы бұндай мүмкін ба деген сияқты? Енді бұл жобаны айта кетейін, ең алғаш мен жеке өзім барған кезімде, маған бір танысым айтқан, жеке өзім барған кезде, сізге пенсионныйыңыз бар ма, анауыңыз бар ма, мынауыңыз бар ма сұрап жатыр, осындай ғана сума ғана шығарып бере аламыз, таныстарыңыз болса осындай бір-біріңе кепіл деп. Сонда Мариям тәтеге барып, Мариям тәте осындай КМФ деген не бар екен, банк бар екен деп. Микроқаржы ұйымы мен. Иә, соны естіп, сөйтіп ойбай барып көрейік жүр деп. Сол кезде барған кезде бір-бірімізге таң қалғанымыз, сол группа деп айталады ғой енді, бір ұжым болып, сол өте қатты ұнады. Сосын оның алдында мен бұл банк туралы естігенде сенген жоқ едім. Шындығы керек, ол мүмкін емес. Достар туралы естігенде ма? Иә, бір-біріне жаңағы куәлік жасап, осылай алады деген кезде шыны керек сенген жоқпын, қойшы. Ол мүмкін емес, мүмкін емес олай берілу деп солай неғам. Енді алдағы уақытта, қалай айтсам болады, үлкен осы КМФ-тан үлкен сумалар алып, үлкен жетістіктерге жетіп, Алла бұйырса, сондай ниеттеміз енді. Армандарыңыз орындалсын, тілектеспіз жалпы. Мариям тәте деп отырсыздар. Топта қанша адамсыздар сонда? Топтарыңыздың аты бар ма? Топта бізде Серікжан деп қойдық. Неге? Біздің Мариям тәте Қайрақбаева Мариям. Тағы да бір мүше топтың. Иә, мүшесі топтың. Мен ең алғаш естіген негізі бұл қаржы туралы мен етімін, сол кісіге бардым. Енді ол жасы үлкен, бізден үлкен болғасын, группаңыздың атын не деп қоясыз деген кезде, ол кісінің бірінші немересінің аты Серікжан. Керемет. Серікжан кафесінің аты да Серікжан. Сосын Алтын Ордада ол кісінің филиалдары бар, кафелері бар. Ол кафелерінің атын бәрі Серікжан. Бірінші немересінің аты Серікжан. Мен солай қойсам қалай қарайсыздар деді. Өте қуаныштымыз дедік. Сөйтіп өмірге тағы Серікжан келді дейсіз ғой. Иә, Серікжан деп неміздің атын, группамыздың атын солай қойдық. Тамаша. Енді асылы мен кешіріңіз, ол енді серік деген сөздің өзі біздің қазақи болмыста бір-бірімізге серікпіз. Дұрыс айтасыз. Бір-бірімізге серікпіз. Мына осы қаржы ұжымға бір жағынан маған бір не келген сияқты болды. Бір-бірімізге серік болып, иә, бір-бірімізге серік болып, бұдан дағы ары қарата жалғаса берсін деген. Керемет, тамаша. Сіздің әңгімеңізді тыңдап отырып, мен ойлап отырмын. Мысалы, топтағы осы кәсіпкерлеріміздің біреуі түрлі жағдай болады өмірде, мысалы. Денсаулығына байланысты болуы мүмкін, отбасы жағдайына байланысты болуы мүмкін, мысалы қаржылық жағдай болуы мүмкін. Төлей алмай қалған жағдайда, онда не болады? Менің түсінігім бойынша бір-біріне көмек беру деген деп ойлаймын. Өйткені бір-бірімізге серік болып, бір-бірімізге жауапкершілік. Мен жеке өзім денсаулығыма байланысты операцияға жатып қалдым. Сол кезде осы кісілер жәрдем берді, неге болмасқа. Болды ондай жағдай. Гүлмира, бүгін сенің кредит күнің екен, осындай деп. Сосын артынан жаңағы бір-бірімізге сондай жәрдем болған күндер болды. Сосын маған қатты өзіміздің жаңағы Ақжол мырзаның қатты ұнаған жері,
біз енді білеміз ғой кредит құятын күнімізді, бірақ сонда да Гүлмира тәте, бүгін сіздің қаржы құятын күніңіз деп әдемілеп тұрып сообщение жазып жібереді ғой. әр ай сайын ғой. Әр ай сайын. Оның өзі адамға внимание ғой, былай қарап Әрине. тұрсаң. Сосын мен айтамын, Ақжол, жаным, білемін. Қуана төлейсіз ғой әйтеуір. Иә. Сосын бізде группада Оразалы мырза өте пунктуальный кісі, өзі бүгін бір күн, 2 күн бұрын құйып қойған жақсы көреді да. Бүгін құйсақ қалай болады деп сөйтіп бізді ортамызда. Біз енді әйеліміз ғой, әйел болғаннан кейін бір күн болса да басқа нәрсеге жұмсағымыз келіп тұрады. Оныңыз рас енді. Ақша үйде бір күн қозыншы деп. Дұрыс айтасыз. Мен қарап отырсам, КМФ компаниясы демек мысалы кепілзатқа қойылатын дүние әдетте жылжымайтын мүлік, яғни аса бір құнды дүние болып есептеледі ғой жалпы. Ал сіздер жалпы КМФ компаниясы бұны сондай бір шексіз бағадағы сондай сенім деген дүниені жоғары бағалау деп көріп отырмын да мен. Сонда бағалау деген жалпы жүйе осы сіздерде қалай жүргізіледі? Ол ақылы ма? Бағалау жүйесі, мысалы кәсіпкер алдын ала жаңа қаржы алу үшін оның сіздер бағалайсыздар ғой, табысын жаңағы, немен айналысады. Осы бағалау жүйесі туралы айтып беріңізші, өйткені бағалау деген мысалы басқа қаржы ұйымдарында ол мысалы ақылы, одан кейін ол арзан емес, білесіздер ғой. Оценка деп айтамыз ғой, былайша айтқанда. Ол сіздерде қалай? Бізде жаңағы бағалау деген ол тегін жүреді. Тегін. Оған клиент ешқандай өзінің расходтарын жүргізбейді, шығындары кетпейді. Ол жаңағы несиелік, әр клиенттің өзінің несиелік сарапшысы болады. Сол кісіні жаңағы жұмыс орнына бару арқылы, мүлікке бару арқылы өзінің оценкасын жүргізеді. Оның бәрі тегін жүреді. Керемет. Мысалы топта 10 адамға дейін дедіңіз ғой, 2 адамнан 10 адамға дейін. Мысалы біз енді адам деген әртүрлі. Мысалы кейбір адамдар болады, кредит алып алады да, не той жасап тастайды, не бір басқа мақсатта жұмсап тастауы мүмкін. Бірақ ары қарай қалай төлейді, ол енді ары қарай проблема қыласып кетеді. Оның кредиттік жаңағы тарихы бұзылып жатады деген сияқты. Жалпы сіздер осындай жаңағы кәсіпкерлермен қаржы сауаттылығы жөнінде жаңағындай кеңес беріп деген сияқты ондай шаралар өткізесіздер ма? Әрине, бізде компания бойынша, ұжым бойынша жаңағы финансовый грамотность деген бар. Қаржы сауаттылығы, иә? Қаржы сауаттылығы ол клиенттерге жүргізіледі. Ол жерде жаңағы кредитті қалай тиімді пайдалану, қай мақсатқа пайдалану, және де өзінің жинаған жинақтарын қалай дұрыс қолдану, сол жайлы жаңағы жүргізіледі. Ақылы ма бұндай курстар? Жоқ, ол да тегін жүреді бізде. Сіздерде бәрі тегін екен, қарап отырсам. Енді құжат мәселесі, жалпы кредит дегенде тек қана кепілзат емес, білесіздер ғой. Ұзын сонар тізімдегі құжатты жинау дегенде бір проблема шыны керек енді. Сіздерде бір сондай бір қатып қалған тізім бар ма? Мынандай осыншама құжат әкеп жинап жүріңіз деген. Жоқ, мысалы жаңа топтық кредитқа келетін болсақ, бұл жақта мүліктің документі, құжаттары деген жоқ. Топтағы адамдар өзінің жеке куәлігімен келеді. Керемет. Рас менде солай болды ма? Рас айтып отыр ма? Жаңағы өтінім бергесін кредитқа несиелік сарапшылар жұмыс орнына барады. Клиенттердің жаңағы бағалау ретінде. Және де топтық жиналыс болады. Топтың қосылып отқан өкілдері, жиналып отқан өкілдеріне ол толық түсіндіріледі. Кредиттің қалай берілу, топтық условиясы беріледі. Қандай мақсаттарға жұмсалуға болады. Және де қандай сумадан қандай сомаға шейін алуға болады, мерзімдерін айтылады. Оның бәрі тегін, бағанағыдай айтып өткендей. Керемет екен. Бір жағынан ақшаларыңызды үнемдейді, бір жағынан уақыттарыңызды үнемдейді. Солай болып тұр ғой. Сонда жаңағы өтінім бергеннен кейін сіздер ұзақ күтіріп қоймайсыздар ма, мысалы? Ақша қанша уақытта түседі, қанша уақытта қарастырылады жаңағы түскен өтінім? Қарастырылу 1 күн мен 3 күннің арасында жаңағыдай шешім айтылып, ақша беріледі. Нақты жалпы осы достар микрокредитімен алу үшін жаңағы қандай да бір табыс көздерін
Қандай табыс көздерін есепке аласыздар сіздер? Нақты. Табыс көздеріне келетін болсақ, ол бағанағыдай айтып өткендей кәсіпкерлер кіреді, бүкіл кәсіпкерлер кіреді, жұмыс істейтіндер, зейнеткер кісілер кіреді, сонда бар ауыл шаруашылығы кіреді. Негізі қарап отырсам, мына бізде ауылдық жерде осы қаржыландыру жүйесі жалпы, кредитпен мәселе өте көбірек қой. Оның жасыратын ештеңесі жоқ. Мысалы, қалалық жерде жұмыс бар деген сияқты, ай сайын біздің зейнетақы жаңа жинақ қорымызға аударымдар түсіп жатыр деген сияқты. Бірақ ауылдық жерде көбінесе жаңағы ауыл шаруашылығымен айналысатындар, мал шаруашылығымен, егіншілігімен айналысатындардың жалпы ай сайын түсіп отырған жаңағы табыстар жоқ. Содан кейін ғой жалпы сұрап жатқаным. Яғни сіздер жаңағы қолында қанша малы бар, Әрине. егіншілікті жаңағы айналысып отырса, жаңағы одан қандай табыс түседі, солардың барлығын ескересіздер ғой. Бізде компания бөлімшелері әр ауылда орналасқан, жаңа Қазақстан бойынша ауылдық бөлімшелер болады. Ол жақта көбінесе ауыл шаруашылығына, жеке кәсіпкерлікке қарап жаңағы несиелерін алады. Негізі клиенттеріңіз, мысалы сіздер айтып отырсыздар, Қаскелеңнен келдіңіздер, Алматы облысы. Кімдермен, жалпы клиенттеріңіз кімдер сіздердің? Қалада тұра ма, ауылда тұра ма, ауыл тұрғындар ма? Басым бөлігі? Басым бөлігі ауыл тұрғындары. Ауыл тұрғындармен жұмыс істейді. Қанша кеңселеріңіз бар Қазақстан бойынша? 25 жыл болыпты сіздердің жұмыс істеп жатқандарыңызға, нарыққа келгендеріңізге жаңа әңгімеңізден түсінген. Бізде әр бағанағыда айтып өткенде, әр қалада кеңселеріміз бар, әр ауылдық округтерде бар, бәрі қолжетімді, жаңағы бүкіл Қазақстанды қамтамасыз етіп отыр. Аслан мырза, сонда КМФ бүкіл Қазақстанда бар ма бөлімшелеріңіз? Бүкіл Қазақстан бойынша 111 бөлімше бар Қазақстанда, және 4000 елді мекенді қамтып отыр. Өте ірі компания екен, жалпы сіздің әңгімеңізден түсінгенім, ширек ғасыр жұмыс істеп жатыр екенсіздер жалпы. Сонда КМФ тек топтық микрокредит ұсына ма, әлде жекеде бар ма? Жоқ, жеке және топтық кредит бар. Қандай мақсаттарға? Жаңа кәсіпкерліктен бөлек ауыл шаруашылығына да беріледі. Ауыл шаруашылығына беріледі, жеке. Тамаша. Енді менің осы жерде айта кетейін дегенім, Аслан мырза жаңа жеке деп айтып жатыр ғой. Жеке дегенде біз топтық не бізге ыңғайлы болды жұмыс бабымызбен. Ал мен мамамдікіне қонаққа барғанда мамама айттым, мен осындай біз КМФ-тен аламын десем, ой балам мен де алам ғой деді. Сонда менің түсінгенім, мамам жеке өзінің мысалы сүт айран, сосын өздерінің жеке жаңағы үйіндегі мал шаруашылық кәсібі дейміз ғой енді жалпы. Сол кішігірім енді үлкен ферма болмаса да кішігірім сол сауда көзін, өзінің шаруашылығын көрсетіп, жеке өзі де алған екен. Мен мамам пенсионер, Ержанова Гаухар. Сосын тағы бір танысымнан естім, жеке өзі үйінен монша ашып, солай істеп қойған кісілерді де көрдім. Жеке де болады екен. Енді бұл жерде менің өз түсінігім бойынша жекеден гөрі групповой дейміз ғой, топтық не үнемділеу болады екен, пайызы аз болады. Тиімді дейсіз ғой. Бізге сол жағынан тиімді. Енді көмектесті ма жаңағы сіз достар микрокредитмен алған қаржыларыңыз кәсіптеріңізге қаншалықты көмектесті? Қалай бастадыңыздар жалпы осы кәсіпті? Жалпы осы кәсіпті бастағанда мен өзім осы асханамды жүргізіп бастаған кезде енді ақша қаражат құю керек болады. Сол кезде мен бір танысымнан естіп, жеке өзім барған кезімде маған ол жердегі жаңағы менеджердің түсіндіргені, осылай сіз бизнесте жүрген адам болсаңыз, сізге топ құрып, топпен алған ыңғайлы деді. Мен жеке өзімнен гөрі осылай топ жасап алғанды ыңғай көрдім. Басына қанша сумадан алдыңыздар? Тиімдірақ болды. Жеке өзім алған кезде 200 мың суманы шығарып береміз деді, ал топтықпен болса басында ол 500 мыңнан басталады екен. 500 мыңнан. Қазір біздер уже 500 мыңнан басталғаннан уже қазір 1,5 миллион, 2 миллион, одан да жоғары сумаларды алып жатырмыз группада.
біз бизнесімізді одан қарай жоғарылатып жатырмыз суммамызды. Алдағы уақытта ол бизнесімізден бөлек тағы да жеке өзіміз мысалы тағы да нетіп одан да жоғары бизнестерді құрастырсақ па деген ойдамыз. Сіз де енді айта отырыңыз енді оқиғаңызды жалпы қалай бастадыңыз кәсіпке, қалай келдіңіз осы кәсіпкерлікпен айналысу дегенге? Кәсіпке сол елдерден естіп жаңағы тиімді екенін біліп сол жаңағы өзіміздің жаңағы жүк тасымалдау жағын дамыту үшін сол көлігімізді жаңарту үшін алып сол тиімді жағын қарастырып ол тағы ойластырып жатырмыз ғой енді қасымыздағы бауырларымызға таныстарымызға сол енді өзіміз сол жекелеп алу үшін жаңағы көліктерді жаңарту үшін сол осы банкке сол жүгініп алып тиімді жағын қарастырып сол енді көлігімізді жаңарту ғой негізгі мақсат. Көлікті жаңарту. Жоспар қандай енді әрқандай кәсіппен айналысқаннан кейін бір жоспарларыңыз болады ғой нақты. Мынамен айналысам деген сияқты бар ма? Жұмыс орындарын ашу деген сияқты мәселе ол да өзекті біздің экономикамызда. Менің өз биылғы 2022-де өз ойыма келгенім, мысалы жеке бір жер телімін алып, сол жерге мысалы монша, өзімен жеке меншік моншамды ашсам деген, соның жанына СТО деген сияқты группадағы не мысалы жанымыздағы тәтем Мариям тәтеміз Ұзынағаштан тоже осындай тағы да жеке меншік асхана ашсам ба деп отыр. Ол кісінің биылғы жоспары солай. Керемет. Мариям тәтеміз жоқ болса да Мариям тәтені бүгін көп айттық қой деймін мен топ басшысы ғой. Топ басшысы. Ол кісі келем деген бүгін жаңағы шаруалармен келе алмай қалды. Сол кісімен осы Гүлмира ханымның біз енді бұл жерде айта кетейін, Оразәлі мырзаға да айтып жатырмыз. Сіз енді тасымалдаумен айналыспай бұдан да жоғары ірі кәсіп мал шаруашылығымен айналыссаң қалай болады деген ниетте солай пікір білдіріп жатырмыз. Керемет. Енді несиені алғаннан кейін жалпы оны ай сайын төлеу керек мысалы. Сіздер міндетті түрде жаңағы бөлімшеге келу керек деген сияқты талаптар қоймайсыздар ма? Жалпы қай жерде төлеуге болады жаңағы ай сайын төлейтін төлемақы? Жаңағы айтып өткендей, топтық кредиттардың, топтық несиелердің жаңағы оң жақтары дейді ғой. Соған тағы да қосуға болатыны бұл кісілер мысалы бір жұмыс орнында істей отырып бір базарда. Мысалы бір кісі жинап группаның төлемін жасауға болады. Өте ыңғайлы екен, иә, жалпы? Біз сөйтеміз көбінесе. Керемет. Сонда терминалдарыңыз бар ма? Немесе мобильді қосымшаларыңыз бар ма? Одан да бөлек жаңағыдан бізде қазір компанияда мобильді қосымша бар. Сол арқылы клиенттер өз несиесін өтей алады. Және де көптеген терминалдарымыз бар. Бөлімшеден бөлекте қазір терминалдарымыз бар. Сол арқылы өтеуге болады. Әңгімелеріңізді тыңдап отырып, мен қызығып отырмын да. Өзім елестетіп отырмын бір жағынан. Құрбыларымды жинап осы кәсіпкер болып кетейін ба деген сияқты. Енді тағы да бір қосымша сұрақтар нақтылайтын болып жатса, жалпы қайда хабарласуға болады? Жаңағы бірінші бөлімшеге хабарласуға болады. Нақты санаумен қандай табыс көздері бар, көрсетіп документация болатын көрсетуге болады. Көптеген желілердің бәрінде бармыз. Инстаграм, әлеуметтік желілерде бар. Және де 74-74 колл-центр бар, хабарласуға болады. Демек, бірнеше тәсілі бар дейсіз ғой, хабарласудың жалпы. Сайттарыңыз бар, байланыс орталықтарыңыз бар жалпы. Енді әр қарайғы жоспарларыңызда КМФ бар ма? Кәсіпкерлік жолдарыңызда? Жоспарларыңызда әр қарай бизнестеріңізді дамыту кезінде КМФ-пен жұмыс істейсіздер ма енді? Әрине, енді болашақта көп жоспарлар бар. Енді ол әрине КМФ-пен бірге болады деп ойлаймын. Өйткені ол қалай айтса болады, жаңағы қай кезде болғанда да біз жаңағы мұқтаж болған кезде барып сол КМФ арқылы жұмыс істедік қой. Болашақта да солай болады деп ойлаймын. Өйткені тиімді болғаннан кейін де шығар солай болатын. Болашақта жоспар көп. Керемет. Өзіміз айтып өткендей. Кредиттің жалпы тиімді болуы ол өте маңызды деп ойлаймын, мен есептеймін жалпы. Сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім енді маған
ұнағаны бұл жерде аяқ асты өзіміздің қаржыға ақша керек болып қалса параллельно алуға да болады екен. Сол жер ұнады. Сосын қалай айтсам болады, бұл жерде сіздің неңіз жетпейді, пайызыңыз жетпейді деген нәрсе жоқ. Бұл жерде табыс көзін көрсетіп, бір неге ашылғаннан кейін табыс көзімен біздің керекті сумамызды жазып, сол суманы қолма-қол алғаннан кейін маған өте тиімді және осы жер ұнады. Керемет. Жалпы шағын және орта бизнесті ол біз экономикамыздың күре тамыры деп айтсақ та болады ғой, ол жасырын емес жалпы. Бұл саланы дамыту, ауыл шаруашылығын, шағын және орта бизнесті дамыту, ол біздің тек сіздерге ғана емес, ол бүкіл халыққа пайдалы, тиімді жаңа жұмыс орындар ашады, халықтың әлеуметтік жағдайы көтеріледі деген сияқты жалпы. Сондықтан ондай болса КМФ-пен бірге өркендей беріңіздер. Рахмет әңгімелеріңізге. Сіздерге де рахмет. Айтқаныңыз келсін.